Бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметі математика сабағы. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын шарттық шеңбер жасап алайық. Орнымыздан тұрамыз. Жарқын күніміз, болашақтың күніміз, балалық шақ үйіміз, жайнап тұрған гүліміз. Ой, тамаша, керемет балалар. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Бір жылда неше мезгіл бар? Төрт мезгіл бар. Дұрыс, керемет. Қандай мезгілдер бар? Жаз, көктем мезгіл бар екен. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар балалар. Балалар, бір аптада неше күн бар? Жеті күн бар. Тамаша, керемет. Бірінші күнді қалай атаймыз? Дүйсенбі. Екінші күнді қалай атаймыз? Сенбі. Дұрыс, рахмет. Үшінші күнді төртінші күнді қалай атаймыз? Сенбі. Бесінші күнді қалай атаймыз? Жұма. Алтыншы күнді қалай атаймыз? Сенбі. Демалыс күн. Жетінші күнді? Тамаша, керемет балалар. Балалар, бүгін біз бүтін және бөлік деген тақырыппен танысамыз, сендердің назарларына алма ертегісін ұсынамын. Иә, тыңдаймыз. Алма ертегісі. Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Осы кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалады. Оны қалай алуға болады? Алма өте биікте, секіріп жете алмайсың. Шырша бұтағында отырған қарға қоян қылығына сырттай күліп отырды. Қара! Оны көрген қоян, қарға, маған алманы үзіп алып берші, дейді. Қарға ағаш басына ұшып барып, алманы үзіп алады. Бірақ алманы тұмсығымен қармап ұстай алмай, жерге түсіріп алады. Рахмет саған, қарға, деді де қоян алманы жерден көтермек болды. Ал жерге түскен алма жаны бардай дыбыс шығарып, қозғалып жүгіре жөнелді. Қорқып кеткен қоян алманың ағаш түбінде ұйықтап жатқан кірпінің тікеніне құлағанын түсініп, «Кірпі, тоқта!» деп айғайлайды. «Менің алмамды қайда алып бара жатырсың?» Кірпі кідірместен, «Бұл менің алмам, ол төбеден құлады, ал мен болсам, оны ұстап алдым». Орман айғайдан у-шу болып кетеді. Сол кезде Қондыбаева аю келіп қалады. «Бұл не деген айғай-шу? Мазамды алдыңдар ғой». Бәрі оған жақында. «Сен аю біздің ормандағы ең үлкен, әрі ең ақылдысың. Сондықтан бізге алманың кімдік екенін айтып берші», деп аюға оқиғаның қалай болғанын баяндап төрелігін сұрайды. Аю сәл ойланып тұрады. «Алманы кім тапты?» «Мен», деді қоян. «Алманы кім үзіп алды?» «Мен», деп қарқ етті қарға. «Жақсы, кім оны ұстап алды?» «Мен ұстап алдым», деді кірпі. «Мінекей, бәрін де дұрыс айтасыңдар. Өйткені әрқайсыларың алманы алу үшін еңбектендіңдер. Алма бәріндікі». «Бұнда бір алма ғой», деді кірпі. «Бұл алманы теңдей бөліңдер. Әрқайсысын бір бөлігін алыңдар», деді аю. Мұны естіп, бәрі қуанып кетті. Аю алманы 4 бөлікке бөледі. Қоянға бір бөлігін беріп, «Бұл саған, қоян, сен алманы бірінші көрдің». Екінші бөлігін қарғаға беріп, «Бұл саған, қарға, сен алманы үзіп алдың». Үшінші бөлігін кірпі аузына салып,
Бұл маған, өйткені алманы ұстап алған мен. Кірпі аюға 4-ші бөлігін беріп, Бұл саған аю. маған не үшін? Деп таңқалды аю. Сен бізге ақыл айтып татуластырдың, деді ол риза кейіппен. Әрқайсысы өзіне берілген алманың бөлігін жеп риза болды. Өйткені аю ешкімді ренжітпей дұрыс, әділ шешім шығарған еді. Береке басы бірлікте деген осыдан қалған көрінеді. Соны Балалар, ертеңде аю достарына бір алманы теңдей етіп бөліп берді. Ал енді балалар, алдымызда алманың суреті тұр. Алма қандай? Алма бүтін. Келесі суретке назар аударайық. Яғни біз бүтін алманы ортасынан бөліп, екі бөлікке айналдырдық. Яғни бүтіннен екі бөлік жасадық. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде алманы тағы да ортасынан бөліп, алманы 4 бөлікке айналдырдық. Демек болар, біз бүтін алманы 2 бөлікке және 4 бөлікке айналдырдық. Енді сендерге түсінікті болу үшін тағы да мына суретке назар аударыңдар. Мұнда алманы 2-ге бөлген. Яғни бір алманы 2-ге бөлеміз. 2 бөлік алманы қосқанда бүтін не шығады? Бүтін бір алма шығады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ендеше біз сергі балалар, барлығымыз серік төсегін жасайық. Енді балалар, барлығымыз сергі балалар. Бізге қояр, алыс ұзақ жақтан біздерге тапсырма беріп жүрді сендерге. Соны тыңдаймыз, тапсырмаларын орындаймыз. Балалар, қандай тапсырмалар беріп жүрді? Түстері қандай тапсырма? Енді осының үшін ашып оқып көреміз бе? Көреміз қандай тапсырма берген. Балалар, қояр, сандарды тура және кері санаңдар депті. Орындай аламыз ба тапсырмаларын? Орындай аламыз. Қай балалар? Бері шығамыз сандарды. Келе ғой, Аружан. Келе ғой, жан серіп. Қайқа тұр, Аружан. Келе ғой, Нұрбек. Нұрбек келе ғой. Қолын салма. Альбина. Сумая келе ғой. Ахмет. Айша. Келе ғой. Бақ келді. Балалар, қазір ретімен тұрайықшы. Ретімен. Бірден кейін қандай сан тұрады? 7 саны тұрады бірден кейін. Аружан. 2-ден кейін қандай сан тұрады? 3 саны тұрады дейді. Керемет. 3-ден кейін қандай сан тұрады балалар? 4 сан. Керемет. 4-ден кейін қандай сан тұрады? 5 саны тұрады. Альбина 5. 5-ден кейін қандай сан тұрады балалар? 6. Сумая. 6-дан кейін қандай сан? 7. 7-ден кейін қандай сан? 8. Енді 9 сан. 6. 8'den кейін 10. Балалар, енді осыны кім тура санап айтып береді? Кел.
Дұрыс, керемет балалар. Аружан, бір санының көршісін аташы. 2. Дұрыс, керемет. Нұрбек, 4 санының көршісін аташы. 5, 3. Дұрыс, керемет. Ақнұр, 7 санының көршісін аташы. 8, сосын 6. Сумая, 9 санының көршісін аташы. 10, 8. Айша, 8 санының көршісін аташы. 9, 7. Дұрыс, керемет балалар. Отырыңдар. Отырыңдар балалар. Қандай қараймыз балалар? Балалар, қоянның екінші тапсырмасын тыңдаймыз ба? Екінші тапсырмасын оқып көреміздер қоянның. Балалар, қояндар бізге есеп жіберіпті. Суретті есептері шығарамыз ба? Дұрыс. Кім шығарды? Есептері. Келі ғой Ахмет. Үй. Қанша үй бар? 4 үй бар ма? 4 үйге қанша үйді қосамыз? 3 үйді. Қанша болды 4-ке 3 қосып? 7. Мына жерге қандай сан жазамыз? 7 сан жазамыз. Керемет. 7-ні жазамыз. Дұрыс, балалар. 7 сан жазып отыра ғой. Тағы да. Кім шығады? 8 сан. 8-ден кейін 10. Балалар, енді осыны кім тура санап айтып береді? Кел. Тура санап. Қолыңызды көтеріп тұрамыз санап балалар. Енді кері санайды. Кері санаймыз. Кәусар. Кері санау үшін қай саннан бастаймыз, Кәусар? Даусымызды шығарамыз. 5, 4, 3, 2, 1. Дұрыс, керемет балалар. Аружан, бір санның көршісін аташы. 2. Дұрыс, керемет. Нұрбек, 4 санының көршісін аташы. 5, 3. Дұрыс, керемет. Ақнұр, 7 санның көршісін аташы. 8, сосын 6. Сумая, 9 санның көршісін аташы. 10, 8. Айша, 8 санның көршісін аташы. 9, 7. Дұрыс, керемет балалар. Отырыңдар. Отырыңдар балалар. Қандай қараймыз балалар? Балалар, қоянның екінші тапсырмасын тыңдаймыз ба? Екінші тапсырмасын оқып көреміздер қоянның. Балалар, қояндар бізге есеп жіберіпті. Суретті есептері шығарамыз ба? Дұрыс. Кім шығады? Есептері. Келі ғой Ахмет. Үй. Қанша үй бар? 4 үй бар ма? 4 үйге қанша үйді қосамыз? 3 үйді. Қанша болды 4-ке 3 қосып? 7. Мына жерге қандай сан жазамыз? 7 сан жазамыз. Керемет. 7-ні жазамыз. Дұрыс, балалар. 7 сан жазып отыра ғой. Тағы да. Кім шығады? Аружан,
Дұрыс, керемет. Нұрбек келе ғой. Нұрбек. Балмұздақ нешеу? 5. Оған қанша балмұздақ қосасың? 3. Неше болып сонда? 5-ке 3-ті қосамыз. 5, 6, 7, 8 деп жазамыз. Отырабыз. Тақым ше. Торт неше? Оған 3-ті қосамыз. 3 тортты. Қанша болды? 6, 7, 8, 9. 9 жазамыз. Керемет, келе ғой. Альбина келе ғой. Қанша бал? Қанша бал? 4-ке 1 балды қосты. Қанша болды? 5. Жаз, 5. Нұрас келе ғой. Нұрас. Қанша кеме бар? Санаймыз. Оған қаншаны қос деген? 3. 6-ға 3-ті қоссақ неше болады? 9. Керемет, 9 санын жазамыз. Ажар келе ғой тақтаға. Ажардан кейін жан серт дайындап отырамыз. Қанша машина бар? 3. Оған қанша машинаны қос деген? 2. 3-ке 2-ні қоссақ қанша? 5 санын жазамыз. Отыра ғой, тамаша, керемет. Каусар келе ғой. Каусар. Мотоцикл неше? 1. 6. Оған 3 мотоциклді қос деген. 6-ға 3-ті. Қанша болды? 9. Дұрыс, керемет жаз. 9 деп жазамыз. Дұрыс, керемет. Кім шығады? Тақтаға келе ғой, Аружан. Қанша болды? 6-ға 4-ті қос деген. 6 қуыршаққа 4 қуыршақ. Қанша болды? 10. Дұрыс, керемет балалар. Балалар, енді сандар туралы санамақты есімізге түсіріп жіберейікші. Сандар туралы санамақты есімізге түсіріп көрейікші. 1 дегеннің 5-і, шыққан содан көзі, 2 деген 7, талам тауым көлі, 3 деген үміт, үміт ата сүйір, 4 деген күдір, күдір деген көзір, 5 деген бақыт, бағалайтын уақыт, 6 деген ақыл, тағатын ақыл, 7 деген алау, 7 деген алау, 7 деген құлақ, 8 деген сөзі, сен беретін кезі, 9 деген тоқтар, 7 деген тоқтар, 10 деген отар, қорған соны отар. Балалар, енді барлығымыз алдымыздағы пішіндерден қоянның бейнесін жасырамыз, бүтін, жарты, ширек деген бөліктерден қоянның бейнесін жасырамыз. Барлығымыз кірісеміз жұмысқа. Қоянның басы. Жақсы қолдама. Керемет, Каусар, Альбина. Керемет, Альбина. Дұрыс балалар, барлығын жақсы орындап жатсақ. Каусар.
жылайын. Шөптерді жылайын. Өте керемет балалар, отыра қойыңдар. Балалар, бүгін не үйрендік? Бүгін не үйрендік? Алдарында тұра берсін. Балалар, бүгін не үйрендік? Бүтін және бөлік. Балалар, бүтін және бөлік. Бүтін жартыға бөлінеді екен, жарты ширекке бөлінеді екен, иә? Балалар, алма қандай? Бүтін, иә? Алма жартыға бөлінеді, жарты. Енді жартыны тағы да екінші бөлікке бөлсек, ширек болады екен, иә? Сонда бүгін не үйрендік, балалар? Бүтін және бөлік. Бүтін, жарты, ширек. Балалар қандай ертегі тыңдар? Ертегіде кетіп қандай кейіпкерлер бар екен? Балалар, ертегіде кім ақыл айтты? Аю ақыл айтты. Бірлік бар жерде береке бар деп ақыл айтты.